Армысыздар, құрметті отандастар. Енді көрермендер білет, біз мынау қай болса да салада маңызды тақырыптарды көтереміз. Мінекей бүгінгі күні мен санаймын тағы да мынау дін саласы, рухани жағынан жаңағы әңгімені көтеріп, осы жерде бір маңызды бір оқиғалар болайын деп жатыр. Осыны талқылап, осы мақсатпен мен Тұрарбек Құсайынов інімді шақырдым. Демос қоғамдық бірлестігінің басшысы, дін зерттеуші Тұрарбек, қайырлы күн. Ереке, армысыз, қайырлы кеш. Мен Тұрарбек енді көп вступление жасамай, Тұрарбекті мен каналын көрермендері білет. Кезінде имам болды, мынау шындық, ақиқат жолында біраз жаңағы сапарға шығып, бармаған жер жоқ. Индия, жаңағы Сирия, Ирак, анау кезінде Талғат Нығматуллин деген бір жақсы актер болған. Талғат Нығматуллин Совет одағында, татардың жігіті, Ташкентте, сол артист болса да осындай іздегені бар. Іздеп жаңағы ақиқатты деп, түбі ол жаңағы не іздеулері жақсы қалып барған жоқ. Бір сектаға кіріп кетті де, сол сектанттар оны өлтіріп тастады. Қашанда Талғат Нығматуллин Совет одағының каратэдің чемпионы болған, мінекей. Енді менің жаңағы сұхбаттасым Тұрарбек ондайдан аман есен, қашанда Талғат Нығматуллин Ригада жүріп бір бәлеге ұшыраған болса да, мінекей Тұрарбек бауырымыз Индияда, Сирияда да бармаған жері жоқ, аман есен барып қайтты. Бірақ бұл жерде жаңағы ақиқат табам деп, ол басқа нелерге кетті. Мынау біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың жұмысымен қанағаттанбай, керісінше бұлар оны дұрыс жолына қоюдың орнына, мынау мұсылмандықтың жаңағы дін саласында керісінше қайтарып жіберді десе болады. Енді дін танушы ретінде жұмыс жасап жатыр Тұрарбек, мынау парақшаңды қарап тұрамын, мен жаңағы жақында не материал қойдында сынға салып жатсын. Мен көрермендерге қазір бір фотоны қойайын. Жаңағы өзінің ненде шыққан бір тақырып бойынша Қазақстанға бір коуч келеді дейді. Коуч деген жаңағы қазір лекция оқитындар, мінекей, ол коуч, ол кім? Бір минут. Мінекей, Сырым Иткулов дегенде бір журналист бар, ол да жазып жатыр. Тағы да бір ресейлік соғысты қолдайтын неге келе жатыр Қазақстанға деп, форум новая реальность өткізейін деп жатыр дейді. Сонда мынау біздің жаңағы агрессорларды қолдайтын адамдардың қасында біздің мынау лидер общественного мнения деген түсінік бар. Азаматтық қоғамның пікірін жаңағы лидерлері, солар бірге тұрып, бірге лекция оқиды. Енді бұл жерде ол Марғұлан Сейсенбайға сын жасап жатыр да, ал жаңағы келетін жігіт, ол аты кім еді жаңағы аубастың? Шамиль Алиутдинов. Шамиль Алиутдинов, Шамиль. Енді сөзді Тұрарбек өзіне берейін. Бұл тақырыпты көтердім да, бұл Шамильдің қандай зияны бар, неге бұл тақырыпты көтеріп дабыл қағып жатсың? Ереке, мынау Шамиль Алиутдинов деген көпшілік білу керек, біздің Қазақстанға жиі келіп жүрген тырнақшаның ішіндегі коуч имам. Бұл Мәскеуде имамдық қызмет атқарады. Сол Египетте мынау Әл-Асқар академиясында оқыған. Оның енді кейбір деректер бойынша Ресейдің құзырлы органдарына ФСБ-ға қызмет қылады деп. Себебі бүкіл имамдардың бәрі солардың қол астында. Ол сонау Ресей империясынан бастап өзіңіз білесіз. Оның жаңағы коуч немесе мынау халықты триллионер қылам, миллионер қылам деген қаншама кітаптар шығарып, аудио кітаптар шығарып, былай жазба кітаптар бар, соларды сатып, жаңағы мұсылманның бір успешный бір мұсылманның бір кейпін жасап сөйлеп, ол енді ол ешқандай ол велосипед ойлап тапқан жоқ, ол мынау протестанттықтардың негізге алып, протестантизмді негізге алып, соны бір заманауи бір мұсылман
жасағысы келеді. Сол арқылы жаңа ақша тауып жүрген алаяқ десеуге болады да. Бұл қаншама рет Қазақстанға келген, Қазақстанға бұны кәдімгі шақырып, бұған Қазақстанда кездесу ұйымдастырғанда сіз айтып отырған біздің белгілі Қазақстан кәсіпкер Марғұлан Сейсенбай сияқты жігіттер, ағаларымыз. Мен шынында керек, мына сол ақпаратты естігеннен кейін бірге Марғұлан ағамыздың бірге мынау 4 желтоқсанда өтетін, Астанада өтетін новая реальность деген бизнес форумда бірге жаңағы мәлімдеме жасайтын, немесе бірге сұхбат жасап халық алдында кездесу ұйымдастырады деген мәселені естіп, төбе шашым тік тұрып, менде бір диссонанс болды да бұны қарағанда. Мен түсінбедім. Қалайша Шамил Әлеудиновтың өзінің айтқан жаңағы мәлімдемесі бар. Мәлімдемеде ол айтады, мынау Ресейдің Украинаға қарсы басқыншылық саясатын қолдап, Донецк пен жаңағы Луганскідегі немесе Қырымдағы жағдай бұл Ресейдің жерлері, Украина деген дұрыс жасаған жоқ, Украина оны батысты тыңдап кетті, Зеленскийдің жасап жатырғаны дұрыс емес дегендей сондай мәселе. Ресейдің агрессиялық саясатын ашық қолдаған адам қалайша Ресейдің сыртқы саясатын әшкерелеп жүрген, немесе Украинаны қолдап жүрген, Украинаға барып, жаңа Марғұлан Сейсенбай ағамызды айтамын да, Украинаға барып, Гордон мен атақты журналист украиндық Гордонға сұхбат беріп, Саакашвилимен кездесіп жүрген адам қалайша көзқарасы диаметральды, саяси көзқарасы диаметральды болған мақтабас жаңа ресейшіл, путиншіл мынау Шамил Әлеудиновті қолдайды. Немесе сонымен қалай рет сұхбат жасаған Марғұлан Сейсенбай. Мен өзім ойлаймын, бұларды біріктіріп тұрған нәрсе, бұлар діни сана, діни түсінік және діни көзқарас. Бұлардың діни көзқарастары бір жерден шыққаннан кейін сол нәрсе байланыстырып тұр деп ойлаймын. Басқа еш нәрсе жоқ. Ал парадоксты жағдай, Марғұлан ағамыздың сыртқы бұлай форматта енді көп жүріп қой, Украинаны қолдайды, Ресейдің сыртқы саясатын әшкерелейді. Бұл анау мақтабас, анау жаңағы путиншіл, Ресейдің агрессиялық басқыншылық саясатын қолдап отырған адам, қолдап отырған имам. Сонымен қатар бір қатарда тұрып, соны елге алдырып, Қазақстанға алдырып, соған трибуна беру, соған аудитория беру, мен өзім ойлаймын, бұл ақылға сыймайтын нәрсе. Мен өз жаңа жазбамда постымда жаздым. Бұндай путиншіл Ресейдің Путиннің агрессиясын қолдаған имамға Қазақстанға жол жоқ, оған бойкот, бүкіл қазақтар осыған көтерілейік, қол жинайық. Ана Мұхареq апап сияқты, мына Алекс Лесли дейтін қазақтың жаңа қыздарына тіл тигізген тағы да келмейді деп жатыр ғой Қазақстанға. Сол сияқты бір өре түрегелейік. Қазақтар етек жейімізді жинайық. Қашанға дейін мынау ресейшіл, путиншіл жаңағы сепаратистерді елге кіргізе береміз. Қазақтар ау қайдасында біліп пост жазғаным бар да ерек. Түсінікті. Мына тақырып темалар, мына дін мәселесі, кім келіп мынау қоғамдық жұмысын атқарады, қандай қоғамдық жұмыс, қандай идеология, ол толық мынау президент әкімшілігінен жаңағы ішкі саясаты бар, сонымен ғана басқарылып, сонымен ғана жүреді. Мынау кезінде Мұхамеджан Тазабеков, Бекболат Тілеухан есінде шығар. Мінекей Тұрарбек, анау қай болса да министрліктердің есіктерін аяқпен теуіп ашып, ұлттық қауіпсіздік комитет, ішкі істер министрлігі, прокуратурада, институттарда лекция оқып, ол әрине жоғарыдан сондай бұйрық берілді, ұстаным берілді. Бұл жерде де осы көріп тұрмын, нақты жаңағы айтып жатсың, мен түсінбей қалдым, қалай Марғұлан Сейсенбай мынау Украинаға барып, Украина қолдап жүріп, мынау орыстың ФСБ агентін қолдап жүр.
дұрыс айттың, бұл жерде бір жерден бұлардың бір нәрсесі бірдей болып тұр. Бұл бір жер деп тұрған ол мынау президент әкімшілігі. Ол жерде өкінішке орай мен бақылап тұрмын, Марғұлан Сейсенбайдың жұмысын зерттеп жатырмын. Мынау соңғы сөздері, Гордонға сұхбат беріп, басқаға, Марғұлан Сейсенбай олигарх билікке тәуелді болып, мынау сұм жүйеге өкінішке орай қызмет жасап жатыр. Мен бұны анық көріп тұрмын, айтып жатырмын. Мына жаңағы Шамиль Алаудиновпен жаңағы айтқандай мен бақыламап, бірінші лекция өткізген дейсің, жаңа оқыған дейсің. Бұл да жай емес. Мынау орыстың тек қана дін саласы емес, басқа да мынау қоғам қайраткерлері, орыстың блогерлері, инстаграмщиктері, бизнесмендері бәрі толық ФСБ-мен басқарылады. ФСБ-ның агенттері, ал бұларды битше өртіп таратып атқан Тоқаев орыс әлемін кіргізіп жатыр. Сондықтан жаңағы Марғұлан Сейсенбаев өз еркім емес, бұны кіргізіп атқан администрация президенттен кіргізіп жатыр. Марғұлан Сейсенбаев, Айдын Рахымбаев, қазақтың бизнесмендері ретінде бұларды қарсы алып, қабылдап, осылармен жұмыс жасап, көмектесіп жатыр. Жалпы концепция, ішкі саясат, сыртқы саясаттың кімнен басқарылып жатқанын. 2019 жылдан бастап мен көрдім, Марғұлан Сейсенбай жаңағы жұмыс жасатып, Қазақстаннан бір топ жас жігіттер, қыздарды алып барып, жаңағы оның ішінде Арман Шораев бар, журналист, оның ішінде Тоғжан Қожалы, оның ішінде жаңағы басқа да жас жігіттер барып, кіммен кездесіп, Дархан Қаретаевпен, жаңағы елшімен, сөйтіп Саакашвилимен сөйлесіп, сол уақытта Саакашвилиге сөйлеткізіп қойып, Саакашвили Назарбаевқа ода айта бастады. Одан кейін жаңағы Гордонмен байланыс жасатып, бұлар Гордон, Тоқаев жақсы адам, Тоқаев Украина қолдап жатыр деп, осындай жұмыс жүргізіп жатыр. Бұлай қарасан жамандап жатыр, кім Марғұлан Сейсенбайда, кім Арман Шораевта. Бірақ Тоқаевқа қызмет жасап, түбі орыс әлеміне жұмыс жасап жатыр. Ал мына жаңағы Шамиль Алаудинов деген коуч дейме, басқаларды қолдап, сөйтіп Тоқаевтың саясатын қолдап жатыр. Мінекей. Жаңағы атап өттің, мынау Лесли деген, мен кішкентай бейнені қояйын. Мысалы, бұл деген мен қоймасам да бір орыстың жаңағы неші, қояншығы. 2-3 жыл бұрын Тайваньда ұсталынған. Орыстың жаңағы блогері Тайваньда секспен қалай айналысу керек, қалай қыздарды түсіру керек деп сөйтіп нелер лекция оқып, коуч жаңағы, мынау коуч, мынау Лесли, коуч, Шамиль Алаудинов, осындай алаяқтар Тайландта олардың заңдары бұған кәдімгі жеңіл, оған қарамастан олар соттады, жарты жылын отырды. Бұны үгіт насихат жасатып алып атқан не себебі осы жаққа? Ол да Тоқаевтың администрация президенті әдейі осындай шатақ шығарып, скандал жасатып, назар аударсын деп, сайлауға алдында халық назарын осыған аударуға, қантар мәселесі, қантар қан төгісі ұмытсын деп, аңқау қазақтарды әсіресе дінге берілгендерді провокатор сияқты бұқан алдында қызыл матаны жайғандай болып солай мазақтайды да, кәдір мына албасты. Дорогие друзья, я сейчас готовлюсь к тренингу в Алматы, качаю пресс, потому что там много будет этих движений с горячими казашками. Мынау сол бейнелері бар, қазақтың қыздарымен жаңағы жыныстық қатынастарға қалай түсуге болады, қалай оларды осындай тартуға болады деп, үйретуге болады деп, осындай провокациялық бейнелерді қойып қыздырып жатыр кәдімгі. Бұл жерде қара, Тұрарбек, кім қосылып кетті? Мынау Мұхамеджан Тазабеков сүмелеп жүреді, бұны қазір тартыпты бұлар. Ассалаумағалейкум, қадірменді достар, қал ахуалдарыңыз жақсы ма? Менің қолыма камера алғызып, мені уайымдатып тұрған жағдай бар. Ол 19 қараша күні Алматы қаласына арнайы келе жатқан көрші елдің бүлікші блогері жайында Алекс Лесли деген адам Алматыға келіп, қазақ қыздарын жауапсыз төсек қарым-қатынасына үйрету үшін, қазақ қыздарының ар-ұятын қалай оңай таптауға болатынын бүкіл үлгісін көрсету үшін келе жатыр екен. Жаман үйді қонағы билейді ғана емес, осы елге келіп бүлік салып, біздің ең қымбатты болған қыздарымыздың ар-ұятын аяққа таптатуға келетін адамға барынша қарсы тұрып, оның жолын кесуіміз керек. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген біздің жігіттеріміздің ар-ұяты, намысы, айбын азайған сайын осындай басынушылар көбейіп бара жатыр. Әрқайсыңыз төңірегіңізге даусыңыз бен сөзіңіз жеткенше бұл нәрседен сақтандыруға шақырамын.
мінекей мына маймылдың түрін көріп тұрсыздар. Иә, мінекей не успокоиться қылған мына албасты. Алдында анау Мұхамеджан Тазабек, Бекболат екеуі шошып жүрген, бұларды қазір қаңтар бойынша тартама деп тартқан жоқ. Бұларды тартқан жоқ. Бұлар ұйымдастырды. Бірнеше жүз, әлде мың ба вахабиттер бар, біреуінде тартқан жоқ. Бұларды пайдаланады билік өздерінің жаңағы жұмыстарына. Мінекей кәдімгі қазақтың моральдық құндылықтар үшін жаңағы күрескен сияқты болып, бұл албасты Назарбаевтың кезінде ғой, Алматыда Сайыны көше дейді, толған жаңағы қазақтың қыздары сатып жатыр өзінің жаңағы намысын. Әр облыста сондай қыздар бар, проституциямен айналысады, ашық айту керек. Себебі тұрмыстық жағдай ол бір, жаңағы жұмыс жоқ, не жоқ, жаңағы аздырту жұмысы, аздырту. Мінекей, бұл саясат. Сөздің кезегін өзіне берейін, Тұрарбек. Ереке жақсы айтып кеттіңіз. Мен жаңа жазбамда Мұхамеджан Тазабек туралы айттым. Айтпақшы, мынау путиншіл коуч имам Шамиль Алиутдиновті талай рет Қазақстанға шақырған адамдардың бірі Мұхамеджан Тазабек. Ол кезде бұл ашыларына Сәлем ТВ деген канал арқылы талай рет сұхбат жасаған, және бұны шақырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мүфти талай рет шақырған бұл имамды. Сондықтан да бұлардың жаңағы ойлары бір жерден шығып отыр. Ең сорақысы осы ашыларына Сәлем ТВ каналына берген сұхбатында Шамиль Алиутдинов мынау ұмытпасам митингке шыққан қазақтардың дұрыс, бұлар деген Шамиль Алиутдиновтың тілімен, аузымен айтты, бұлар деген бейбіт митингке шыққан қазақтар. Сондықтан Тазабектің жаңағы жоқ жерден үндемей жатып, бұларды жаңағы бір жерден бұлардың көзқарасы бір жерден шығады. Өзінше көзқарасы да енді. Құрметті отандастар, қараңыздар. Мынау жаңағы Шамиль Алаудинов Ресейден келіп жатыр. Сол жақтан діни саласының қызметкері. Ал бұл ашық бар жаңағы парақшасында Путинді қолдап жатыр, Украинаға соғысты қолдап жатыр. Бұның бастығы Ресей Федерация мұсылмандардың діни басқарма басшысы Талғат Тажудин, мен бейне қойдым. Анау кезінде кім Алексей бұған марапат бергенде қолын сүйіп кәдімгі өзінің абыройын сүріп, осындай албасты, мінекей, Ресей Федерацияның мұсылмандардың басқармасының бастығы. Бұл да Путинді қолдап тұр, бәрі де ФСБ-нің агенттері аны жақта. Амын жаққа керетін болсақ, біздің жаңағы Қазақстан мұсылмандары дін басқармасы ұлттық қауіпсіздік комитетпен жұмыс жасап жүр. Қандай жұмыс дейсіз ғой? Рухани байыту, қазақты өнегелік жаңағы құндылықтарды көтеруді дейсіз бе? Жоқ, әрине. Халықты бағып ұстап тұру, халықты алдап сулап, мінекей мынау Қыртынбай клоундарды әкеліп, осыларға қарсы шығарып, сөйтіп халықтың, мынау наразы халықтың буын шығарып, мінекей осыларға өшін алсын деп, әрине бұны ұрғызбайды, бұлар ештеңе істеткізбейді, бұлар ұлттық қауіпсіздік комитет бұның кәдімгі дене қорғаушы болып жұмысын атқарады. Бәрі қойылым, бәрі спектакль. Мінекей, сондықтан алданбаңдар, ағайын. Ең қызығы, енді Ресейдегі РПЦ дейді ғой, Ресей православ шіркеуі, олар бүкіл поптардың бәрі деген ол ФСБ-ға жұмыс жасайды, өзіңіз білесіз. Имамдар да сол сияқты жақсы енді біз тәуелсіз мемлекетпіз ғой. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы неге мынау тәуелсіз Украинаға байланысты. Украинаның тағдыры біздің Қазақстанның тағдырымен өте ұқсас. Оларда да жаңа Голодомор, аштық болған, бізде аштық болған. Оларда сол Ресей империясынан талай таяқ жеген мемлекет, өзіңіз білесіз. Не үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы әлі күнге дейін бір үндеу жасаған жоқ та Украинаға байланысты. Ол Украинаның тәуелсіз мемлекет, Ресейдің агрессиялық саясаты дұрыс емес. Әріптестер деп Талғат Тажудин,
басқа да басқа мына Шамил Әлеудинов сияқтыларға ей сендер мұсылмандар неге айдап саласыңдар, немесе ана Рамзан Қадыровқа Шешенстанның мүфтиі бар, Дағыстанның мүфтиі бар, бүкіл Кавказдың мүфтилері келіп осы бұл қасиетті соғыс әй мұсылмандар жаңағы Ресей Федерациясында тұратын барып Украинаға барып соғысатын болсаңдар, мынау топтары сияқты, анау Кирилл сияқты жаңағы РПЦ-ның несі барып соғысатын болсаңдар, сендерің жаңа жәннатта боласыңдар. Бұл қасиетті соғысты сол айтқандарын мансұқтап, жаңа соны айтқандарын теріске шығарып, бұл дұрыс емес. Бұл жаңа братоубийственная война дейді ғой. Екі ағайынды адамдардың арасына керісінше алтын көпір болудың орнына, бұл соғысты айыптаудың орнына бір үндеу жасай алмауы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір қалай деп айтуға болады. Бұл жерге сөзім жетпей тұр да, сондай бір шарасыз күйдегі бір ұйым ба деп қалдым да. Бұл жерде Тұрарбек айтатын ештеңесі жоқ. Бұлар ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері, кадр мысалы, мынау Наурызбай ма, Қажы, ашық. Бұның бүкіл әрекеттері көрініп тұр. Мынау Тоқаевтың қасында жүгіріп жүр, жаңағы Тоқаевқа қызмет жасап жатыр. Мынау мұсылмандарға емес, Аллаға құлшылық жасап жатқан жоқ. Осы айтатынымыз, Аллаға құлшылық жасап жатқан жоқ, халыққа қызмет жасап жатқан жоқ. Мына сым жүйеге, мынау албасты кім Шамил Әлеудиновта, оның бастығы Талғат Тажидинді, ФСБ-ның агенттері, сондықтан аңқау елге арамза молда. Мынандай коучтерден Құдай сақтасын сіздерді, ағайын. Коучтерді, алаяқтарды ұлттық қауіпсіздік комитетке, ФСБ-ге жұмыс жасаған коучтерден Құдай сақтасын сіздерді. Алданбаңдар. Мақұл, Төреке, мінекей біз тақырыпты көтердік, ойымызды жеткіздік. Егер қосар сөзің болса, аяқтап жер өзің. Қосатын ештеңем жоқ. Енді сол менікі жанайқай сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына бір үндеу жасағым келеді. Осы сәтті пайдаланып, осы эфирді пайдаланып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, құрметті имамдар, құрметті мүфти, Украинаға байланысты бір позиция білдірсеңіздер, бір тәуелсіз позиция білдірсеңіздер, Украина халқын қолдасаңыздар. Себебі қазір Украина халқы жан беріп, біз үшін, қазақтар үшін жан беріп жатыр, қан беріп жатыр. Мына Ресейдің агрессиясын айыптап бір үндеу жасасаңыздар. Сол бір менің өзімнің тілегім. Дұрыс. Қолдаймын. Бірақ мінекей мен бұлай бір назар аударатын есімде ғой. Мысалы 2 жыл бұрын ба Қытайда Қытайдың мәселесін көтеріп жатқанда, қоғамда қызу талқылап жатқанда, дін қызметкерлерінен де айтты осылай, өзін сияқты азаматтар неге қолдамайсыңдар деп. 200-ді кім Сманов Абдуғапар жылап өзін неткен бол, бірақ шынайы ниетпен емес. Бұлай орысша бір сөз бар, лишь бы отвязались деп. Бұл жерде өкінішке орай көрдің ғой, саясат қай болса да мінекей салада, ол үстінен бізде византиялық форма, мемлекетті басқаратын Тоқаев таққа отырып алды да, бүкіл жерге өзінің жаңағы, ал өзінікі ол орыс әлемінің саясатын таратып жатыр. Өкінішке орай осындай жағдай. Сондықтан Тұрарбек інімнің айтып дұрыс, Қазақстан мұсылмандары, бауырларым, қандастарым, аңғау елге арамза молда, алданбаңдар. Әсіресе мынау ашық жасырып жатқан жоқ бұлар. ФСБ-ның агенттері тарап, оғыз насихат жасатып жатыр, бизнесмен ретінде кіріп жатыр, банкир ретінде кіріп жатыр, қоғам қайраткері, неше түрлі блогерлері. Мен қойдым былтыр материалды, Алматының әкімі демалыста, үйінде жатқан ғой, спортивный киімде, бір орыстың коучы келген осындай, акиматқа шақырып сұхбат берді деп суреткізіп қойды. Міне, бұлар басынып жүр. Мынау Қазақстанды кәдімгі өзінің үйінде сияқты емін еркін аузына келген сөйлеп, мынау лесте деген сайтандарды кіргізіп, шоу ұйымдастырып, білген істеп жатыр. Халықпен ойнап, білген істеп жатыр. Сондықтан алданбаңдар. Бәрінің артында саяси сауатты болыңдар.
саясатқа көңіл аударыңдар, кірісіңдер. Тек мынау жалған фейковый имамдардың сөздеріне ере бермей. Жақсы, Тұрарбек, рахмет өзіне. Алғыс айтам. Сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.